Assalamu alaikum, hürmetli stüdentler. Bugün bizler informatika һәм информациялык технологиялар боюнча тикаргы түшүнүклөр менен таанышып өтөбүз. Информация түшүнүгү һәм түрлөрү. Информация түшүнүгү һәм түрлөрү төмөндөгүлөрдөн ибарат болуп эсептелет. Информациянын объективдүүлүгү, толуктугу, сенімділігі, адекватлығы, рұқсат етілгендігі һәм актуалдығы болып есептеледі. Мағлұматлардың өлшем бірліктеріне келетін болсақ, мағлұматлардың өлшем бірлігі килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт, петабайт өлшем бірліктерімен өлшенеді информация. Информация сөзі латын тілінен алынған болып, информацион сөзінен келіп шыққан болып есептеледі. Бұл қандай мәністі аңғартады оны? Бұл түсіндіру, таныстыру, баянлау деген мәнісілерді аңғартады. Яғни ақпарат сөзі орнына берілгендер деген fark етуші сөзде істетіледі. Енді информация деп қарайтын болсақ, анық һәм әмелдегі істететін хабар болып табылады. Берілген мағлұматлар болса, хабар һәм бақылауларды өз ішіне алады. Енді біздер информация дегенімізде, информация біздер әйемгі әулетлерден, ата-бабалардан информацияны әулеттен әулетқа қалдыру, өздерінің жасап атырған үңгірлеріне, дюалларына суретлер солу арқалы информацияларды әулеттен әулетқа жеткеріп отырған. Сол арқалы ата-бабаларының қандай тұрмыс кешіргендерін осы сурет арқалы информацияларды біліп алу имканиятына ие болған. Енді ең бірінші информациялар екіге бөлінеді: сенімді информациялар һәм сенімсіз информациялар болып есептеледі. Қазіргі уақытта фейк информациялар жүзде көбейіп кетті деп қарайтын болсақ, мысалы пластик номерлері арқалы, басқа мағлұматлар арқалы информацияларды алып, хакерлер қазіргі уақытта көп жұмыс істеп жатыр. Өзіңе тиесілі мағлұматты ешкімге айту керек емес. Енді информатика, ұлыма информация кең мәністе. Демек, хақиқи дүнияны сәулелендіру мәністе сақлау, ұзату, өзгертіру һәм басқару предметлерінен ібарат қалеген мағлұматлар болып есептелінеді екен. Енді информацияның өзін болса, қандай да бір объект арқалы атырап орталықты мәлім бөлігі ямаса мәлім процесс хақындағы аңсызлық дәрежесін азайтатығын белгілер, параметрлер, толық мағлұматлар, жол, жобалар һәм комплексі деп те аталуы мүмкін. Демек, өз кезегінде хабар информацияны сәулелендіру формасы болып, ол сөйлеу, текст, сурет, график, кесте, видео, сурет, дауыс һәм басқа да көріністе аңлату мүмкін. Қазір заманауи мазмұнда информация адамлар арасындағы адамлар менен жанлы һәм жансыз табиғат атрапында электрон есептеу машинасы арасындағы мағлұматлар алмасу болып кең мәністе іліми түсініктер болып табылады екен. Қазіргі уақытта біздер заманауи мысалы техникалардан кең түрде пайдаланып, біздер қазіргі мағлұматларды алмасу тез һәм жақсы жеткеріп берілмекте. Не үшін? Себебі қазір техника рауажлануымен, мысалы Телеграм, Инстаграм, Фейсбук арқалы біздер мағлұматларды тез һәм анық жеткеріп аламыз. Қазіргі уақытта
информацияларды жеткеріп берудің өзі дүнияның қалеге мемлекетінде тұрып біздер информацияларды сол уақыттың өзінде алмасу имканиятына иеміз. Мысалы, біздерде видеовизит арқылы жақындарымызбен сөйлесу, түрлерін көріп сөйлесу, біздер мағлұматларымызды жіберу, қалеген жаңағы документлерімізді, яғни керекті хүжетлерімізді алу имканияты, жіберу имканиятларына иеміз. Яғни информатика бұл біздерде информатика термині 50-ші жылдардың ақырында Францияда пайда болады. Ол информация, яғни информацион һәм автоматикал сөздерінен бірлестірілгеннен пайда болған мағлұматларды автомат қайта істеу деген мәнісіне аңлатады. Информатиканың тикарғы вазипасы нелерден ібарат? Информатиканың тикарғы вазипасы информацияларды қайта істеудің жаңа ұсулары һәм құралларын жарату һәмде олардың әмелиятта қолданылуы болып есептелінеді. Енді технология дегенде не түсінеміз? Демек, технология грек сөзінен алынған болып, шеберлік, көркем өнер һәм түсінік һәм үйрену болып есептелінеді. Технология сөзі процесслерді әмелге асыру ұсулы һәм құраллары хақында білімдер жинағы болып есептелінеді. Информация технологиялары дегенімізде, бұлар информацияларды жинау, сақлау, ұзату, қайта істеу болып жиынтысына айтылады. Информация технологиялар пәні информацияларды жинау, сақлау, ұзату, қайта істеу, өзгертіру һәм сол процесті әмелге асырудың барлық технологиялардың бәрі осы информация технологиялары пәні болып есептелінеді. Қазірде халық қожалық информатика пәні, яғни компьютерменен қазіргі уақытта әмме тарауда, әмме кәсіпте біздер информацияларды алмаса аламыз. Қазіргі күнде халық қожалығын қандай бір тарауында электрон есептеу машиналарынан қолданбаған ешбір кәсіптің өзі жоқ. Әммесі қазір электронный тәрізде әмелге асырылады. Әттегі Майкрофт платформасы арқылы әмме өздеріміздің керекті мағлұматларымызды әмелге асыра аламыз. Енді 17-ші әсірде логарифм жаратылады һәм сонан кейін жаңа есептеу әсбабы логарифмдік сызғыш пайда болады. Әне осымен бір уақыттың өзінде Шикард һәм Паскаль Лейбницлердің есептеу машиналары дүнияға келеді. 1642 жылы болса, Блез Паскал француз ғалымы жаратылған жәмлеу машинасы бірінші есептеу машинасы болып есептелінеді. Енді тарихына қысқаша уақыт davamında электрон есептеу машинасы 4 дәуірді өз ішіне алады. Яғни бірінші машинамыз 4 дәуірді бірінші электрон есептеу машинамыз, яғни электрон компьютерлар 1946 жылы, 1955 жылдарда ақштың Пенсильвания университетінде жаратылады. Бұл электрон есептеу машинасы ENIAC деп аталады. Бұл компьютер жүдә үлкен болып, оны бір орыннан екінші
орынға көшіру жүдә қиын болған. Яғни электрон есаплау машинасы ENIAC-тың салмағы 30 тонна 150 метр квадрат хананы иелеген һәм 18 000 дана лампа, электрон лампалардан ібарат болған. Егер бір лампа күйіп кетсе, бүтін компьютер істен шыққан. Яғни бұл компьютерлардың жұмыс істеу несі 1 секундта, яғни 500 әмелді атқарған электрон лампаларға чекарланған компьютерлер электрон есептеу машинасының бірінші әулет компьютерлері болып есептеледі. Екінші әулет машиналар 1956-1965 жылы туды. Айтып 1965 жылдардан бастап электрон есептеу машинасының екінші әулет компьютерлері жаратыла бастады. Олардың есептеу электрон лампалардың орнына ярым өткізгішлі транзисторлар қолдана бастады. Бұл электрон есептеу машиналардың өлшемі күшейеді. Алдыңғы электрон есептеу лампалы нелер 5000 әмелді орындайтын болса, енді бұлар секундына бірнеше 10 000 әмелді атқара алатын болған. Сол пайтыларда болса, программаластыру тілдері істелетіле басталған. Кейін 60 жылдардың ақырына келіп, транзисторлар орнына интернет схемалардан кең көлемде пайдалана басталады. Суреті интернет схема, интеграл схемалардың келіп шығу несі. Яғни интеграл схемалар бұл онша үлкен болмаған ярым өткізгішлі кристаллардан ібарат болып, ол бірнеше жүз хәттегі мыңлаған транзисторлардан шөлкемлестірілген болып есептеледі. 1966-1974 жылдардан бастап интеграл схемаларға чекарланған компьютер электрон есептеу машиналарының үшінші әулет компьютерлары болып есептеледі. Бұл компьютерлар ядының үлкендігі һәм есептеу тезлігін жоғарылады. Яғни қазіргі заманауи электрон есептеу машиналарымызды алып қарайтын болсақ, атап айтқанда жеке электрон есептеу машинасының 4-ші әулет компьютерлары бұл компьютерлардың текарғы элементі микропроцессор һәм үлкен интеграл схемалар болып есептеледі. Бұлар ярым өткізгішлі кристалл болып, лекін олар бірнеше 100 000 транзисторларды өз ішіне алады. Яғни қазіргі күнде 5-ші әулет машиналар істеп шығу үстінде үлкен жұмыстар алып барылмақта. Яғни 6-ші әулет электрон есептеу машинасы бұлар енді инсанның миының істеу принциплерін модельдестіру жасалма нейрон идеясына чекарланған болып, олардың нейрокомпьютерлер деп те аталады. Қазіргі уақытта бұндай компьютерлардың тәжірибеде үлкен үлгілері бар болып табылады. Яғни қазіргі уақытта ChatGPT біздер неғылаттыз, сүни интеллект арқылы көп мағлұматларды алып отырмыз. Бұнда бұлар біздердің неге рауажланып, техниканың рауажланып баратырғаны мысалы бола алады. 1981 жылдан бастап электрон есептеу машиналарының IBM фирмасы өзінің жеке компьютерларын істеп шыға бастады. Бұл компьютерлардан Intel фирмасының микропроцессорларынан пайдаланды. Демек, жеке компьютерлардың соңғы 20 жылда жүді күшлі рауажланбақта. Демек, олардың істеп шығуларының һәм қолдануының сезілерлік дәрежеде алға ілгерілеп барылып жатырғаны көзге айқын дәлел болып есептеледі.
Шунун менен биздерде сабагыбыз шумакланды, диккатларыбыз